Құрметті көрермен, біз қазір Море аудандық ұлттық мұражайына келіп тұрмыз. Енді осындағы өзіміздің мұраларымызбен танысайық. Міне 120 жыл болған құймалы көк кебіс. Бұны көріп өзімізді таңырқап тұрмыз. Енді бұл неден жасалған? Мынау қазақтың құймалы көк кебісі қайын тоздан жасалған, табан қайын тоз. Қайын тоздан жасалу себебі өте мықты, су өтпей, тым тартпайды, оның табаны бөлінбейді. Мынау сиырдың терісінен жасалған. Бірақ күміспен құймалап шыққан. Бұрын бұны бай адамдар киеді. Кедей адамдар киюі енді некен саяқ қойынды. Негізі бай адамдар киеткен бір. Бұл қазақ халқында ата-бабамыздың бәрі киеді. Ер адамдар киеді. Ер адамдар биік өкше кию немесінде ананы құймалап тастайды, бірақ өкшесін бірақ тағалап тастаған мықты. Аттың тағасы секілді өзіңіз көріп тұрсыз не. Бірақ тағалап тастаған ол өкше түспейді. Бұрын енді қазақ ата-бабаларымыз аттың үстінде жүретіндіктен атқа мінгенде ат кесел болды, кейде үркін болады, қашып жүреді. Сол кезден ат үзеңгіден аяқ шығып кетпеу үшін аяқты былай шіренген кезден өкше тіреп тұрады. Сондықтан ер адам киеді. Ал әйел адамдар сән ретінде киеді. Бұны құймалап, бұны сол бұрынғы бәйбішелері, бәйбішелері, байдың келіндері, ұзатқанда киетін қыздар киеткен. Одан енді біздің енді қос етек ұзын көйлек киеміз. Сондан сән ретінде көйлек көтеріп тұру үшін киеді. Әзірден қазақ қазір киіп жүрген биік өкшеміз қазақ тапқырлаған. Сондай 120 жылдық тарихқа ие мынамызға тапсырушы Бағдан деген қарақас жігіт тапсырған. Оның әкесі Тоқан деген кісі, оның әкесінің атын мен де бақсы білмейді екен, үлкен кісінің атын. Сол Тоқан деген кісінің әкесі жасаған екен мынаны құймалап. Ұста адам екен дегенде. Дегенде ұсталар рәсімей мынаны енді көн тігетін адамдар, көншілер тігеді ғой етікті. Олар тігіп алған кейін барып құйма ұсталарға құйма қақтырады екен рәсімей сәндетіп. Мынаның артында артқы жағы арқалап тұрайды, біз арт жағында былай тік түскен құйма бар, екі жағына қосып сіресті. Мына кебістен 40-тан жоғары жаста адамдар киеткен. Енді жас келіндер киетін адамдардан гөрі басы біраз жіңішкелеу, үстінде оюы бар. Одан кейін күмістер көбірек, әшекейлер тас орнатқан. Сондай болып келеді. Мынаны енді 40 жастан жоғарғы әйел адамдар киеді. Жастар киетінде сондай ой өрнегі, әшекейі көп болады. Одан біздің қазақ халқымыздың қол өнерінің шеберлігін көрсетеді. Мынау алтынмен құймалаған құймалы кимешек жақ дейміз мынаны. Бұл кимешек жақ енді қазақ халқы бұрыннан тартып енді кимешек чылауыш киеді ғой біздің қазақ халқымыз. Енді әзір азайып кетті ғой, әзір апалар да көбі кимей жаулықтарда да сонда. Сонда мынау енді құймалап алтынмен құймалағып келген әшекеленген бір ұста, бір атамыздың қолынан шыққан өнер екен мынау. Мынау бір жағынан қазақ халқының кесті өнерін қойып, ұсталық өнерінде шеберлігін көрсетеді. Мынау енді Чөрін ауылында біздің Бейжан қандай бір апамыз болған, 90 жасында қайтыс болды. Сол кісінің қыз кезінде ұзатылып келгенде үйінен киіп келген кимешек жағы екен. Жаста болды ол кісінің қайтыс болғанда 15 жыл болып кетті, 90 жасында қайтыс болды. 20-15 жасында ұзатылып кетсең енді жыл болды енді болған енді. Міне көріп отырмыз, жақұт орнатылған алтын ер. Бұғанда енді 100 жылдық тарихы бар деп естіп жатырмыз. Сонда осының тарихымызға түсіндіріп берсеңіз. Болады. Мына біздің мұражайымыз тұрған алтын ер, жақұт орнатқан алтын ердің тарихы біздің ауылымыздың 40 жылдығында Чөрін ауылы да қоямыз, біз ауылдық бар. Чөрін ауылында Тоқтамыс деген бір атамыздың қолынан алдық. Бұлған бір неше бардық. Біздің мұражайдың адамдар осы жерді алып мұражайға қояқ деп барсақ, ол кісілер біраз көнбеді. Біз атадан қалған мұраға бермейміз деп. Соң біздің аудан әкіміміз Қабыл деген кісі барып, 2 рет, 3 рет барып ол кісілерге қызмет жасау арқылы барып, біздің осы ерімізді осы мұражайға алып келді. Алып келді, әзір соны мынау жақұт орнатқан алтын ер, 5 тұрманы, қазақ 5 тұрманы қойып 5 тұрманымен. Бұны әзір қазір ұсталар бұны істей алмайды. Барқылдан келген бір ұста атай келбеді ол кісі келіп, бұны мен істей алмайды екен бұл езілі. Аны алтынды да мен істей алмаймын. Аны орнатқан тас көздерімен істей алмайды екен, өте шеберлікпен жасалған дейді. Сол кезде қазақ халқымыздың енді зерлік өнерінің ішіндегі ең бірінші дәрежелі шеберлікпен жасалған ер тоқым, әйел ер тоқым. Көзі қызыл сары жақұт анау. Тас анау, көз бірақ. Тасты мәнерлеу арқылы одан бар бағананы жасып, тастан жасалған жақұт көз орнатқан
сырты бірақ алтын анау ұстауында күміс болған кейін бірақ алтынмен ұстаған. Өзіңіз көрсеңіз мынау әзір кейбір жер түсіп қалған. Енді әзір барына жақыт көзі 30. Мына ердің әзір енді таяғы 100 жыл болды. Біздің қазағымыздың енді кигіз басу өнері бұрыннан бері жалғасып келген, ал енді қазір заманның өзгеруі, дамуына жарай енді қазақ азаматтары осындай бір техниканы пайдаланып, осындай бір туындыны, осындай бір суретті көз алдымызға көрсетіп отыр. Ал бұған келсек, бұл енді біздің қазағымыздың батыры Жәнібек батырдың осы мына кигізбен басып шыққан Жәнібек батырдың суреті болады. Бұл енді осы Мори ауданымыздағы Қайнар қолөнер бұйым серіктігінің азаматтарының туындысы болады. Осы мына қойдың жүнін мына ақ реңінен, қара реңінен талдап алды. Мен осы суреттің тұлғасын келтіріп, содан төте басып шыққан. Олағы бояуына рең берген емес, табиғи қой жүнінің өз реңінен талдап, үлгісін келтіріп, тікелей басып шығарған бір осындай туынды. Ал енді қазір біздің Моридағы осы мына әйел кестешілеріміз өзіміздің қазақи кестемен ғана шектеліп қалмастан, мына Ханзу халқының сужу кестесі деген осы кесте түрінің негізгі ерекшеліктерін үйреніп, игеріп, осы өзіміздің ұлттық кестеменен мына тоғыстырып, тораңғы кесте деген бір кесте түрін тігіп шықты. Ал енді мына жақта сол тораңғы кестесіменен тігілген мына Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті салынған. Бұда болса енді біздің осы Моридағы ұлттық кесте шеберлерінің іскерлігі, осындай шеберлігінің белгісі болады. Мынау бие сауғанда сауатын көлік. Енді қарасаңыз челек ұқсайды, бірақ челек емес, мынау көлік дейді. Бұл немеден жасалады? Қайыңнан жасалған мынау. Жеңіл болатын. Қайыңнан жасалған жеңіл, мықты болатын кейін ат. Енді бие сауғанда кейбір биелер өте кесел теуіп кетеді, сол шағылмайды, мықты болады деп. Мына бауы қайыс. Мадыры мыс міне темір. Бәрі. Шыдамды мықты ұзақ сетіледі. Бауы қайыстан жасалған. Мынау челек. Мынаны қой сауамыз. Қойды қосақтап қойып, қазағымыз қайықта қой сауамыз, соны қой сауатын челек мынау. Материал немеден жасалған? Бұл да қайыңнан жасалған. Бауы қайыстан. Мықты міне сондай сиыр сауатын челек мынау. Жаңағымыз қой сауатын челек. Қой сауатын, сиыр сауатын бөлек-бөлек болды. Шынығап, қайың тоздан жасаған мынау шынығап. Мынау бұрын қазақ халқы көшкенде мына ішіне шынын салып, одан кейін бетін жауып, сонда бауымен бір күйенің өркешіне емес басқа жерге байлап қояды. Соны шын шағылмайды. Ол кезде енді көші-қон болған кезде магазинде жақын емес. Соны шынығап мына қазақтың. Сонда жақсы тазалып жүреді екен. Тазалып жүреді, онан шында шағылмайды, бірінде соғылмайды, болмайды.